Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте үлбіреген мәнт жасаймыз. Колокольчикті басып, каналыма тіркеуді ұмытпаңыздар. Мантыға қамырлау үшін керек заттар. Бірінші, бір жұмыртқа керек. Ыдысымызға жарып алдық. Сосын 200 грамм су керек. 10 граммдай тұз керек. 500 грамм ұн керек. Осыларды араластырып қамырлаймыз. Тұзымызды саламыз жұмыртқаға. Сосын суымызды құямыз. Араластырып аламыз. Бір келкі болғанша. Жақсылап араласқаннан кейін ұнымызды саламыз. Араластырып. Өлшеп алған ұнымыздың бәрін салғанша біртіндеп жайлап салып 500 грамм бәрін салып болғаннан кейін тайшаның көмегімен қозғап аламыз. Кейдің қолдың көмегіне жүгініп отырып жақсылап илейтін боламыз. Илеп алған қамырымыз қатты емес, жұмсақ емес, орташа болады. Енді оны бір 20 минутқа тындырып қоямыз. Мәнтінің салмасы үшін бізге керек бірінші ет 500 грамм, бұрыш 5 пияз және сұйық май керек. Өйткені қара кесек ет менде майлы емес. Бәрін қосып араластырамыз. Салма жасаймыз мантыге. Пиязымды турап алдым. Енді бұны етіме қосамын. Бұрышыма. Сұйық майды құям. Бұрышымды салам. Тұзымды салам. Араластырам. Осындай бізде не болады. Ет пен пияздың осындай қолдың көмегімен илеп алдым. Жақсылап араластырып. Енді салмам дайын. Қамырымызды үшке бөліп аламын. Қамырдың әдемі үйі қанған. Енді бұларды домалақтап жаямыз. Қамырымызды домалақтап аламыз да жая бастаймыз. Қамырдың шет-шеттерін жаю керек, ортасына қатты салмақ салмау керек. Салмақса ортасы шыға болып қалады. Айналдырып жайып, дөңгелетіп айналдырып жаямыз. Қамырымызды осындай айналдырып отырып, бірінші шамалды шығартып аламыз, орташа шұғалыққа. Оқтауға орамай. Осылай бір шама шығарғаннан кейін барып, оқтауымызға орап жая бастаймыз. Оқтауға орап жайған кезде де ортаны баспау керек. Екі шетінен ұстап жаю керек. Сонда қамырдың қалыңдығы бір қалыпты болады. Егерде қолымызды ортаға апаратын болсақ, ортасы шығарып кетеді да, ортасы жұқа, шеті қалың болып қалады қамырдың. Сол үшін бір келкі болу үшін екі ұшынан баса отырып жаямыз қамырды. Сонда қамырымыз өте әдемі болып шығады. Қамырымыз жайып болғаннан кейін өстіп қаттап аламыз. Оқтаудың көмегімен кесуге ыңғайлап қамырымыз қаттаймыз. Осылай қаттаған қамырымызды кесіп аламыз. Бір келкі қылып. Кесіп алған қамырларымызды осылай бірінің үстіне бірін қайтадан ашып қаттайтын боламыз.
Бәрін бірін үстіне бірін қойып қаттап аламыз. Екі ұшы бірдей болмайтын болса, екі ұшын кейін кесіп тастаймыз. Бірдей емес шеттері. Қамырымыздың тегіс емес ұшын кесіп тастаймыз да, қалған бөлігін бір қалыпты қылып, төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Осындай көлемдерді кесіп аламыз. Бәрін кесіп болдық. Мантварканың лотоктарын майлап аламыз. Манты түбіне жабысқан жақсылап шеттерін, ортасын бәрін жақсылап сүймаймен майлап аламыз. Салмамызды бөліп алған қамырларымызға салып дайындаймыз. Бірінде осылай бірдей мөлшерде саламыз. Негізі аз қасықпен бір қасықса да болады. Қамырымның көлемі үлкен емес. Бәріне осылай салып алам. Сөйтіп шетінен салып алғаннан кейін түйе беремін. Салмамыз сабағаннан кейін үсті мантілеріміз түйеміз. Конверт қып түйеміз. Екі шетін қайырып, екі жағаға қарай. Бәрін үсті түйіп алғаннан кейін лотогымызға саламыз. Мантыны түйу қиын емес, оны қыздар да балдар да істей береді. Мантылерімізді түйіп алдық, енді біртіндеп осы лотоктарға жайғастырып отқа қоямыз. Лотоктарымды мантыны салып, бірінің үстіне бірін қойдым, сөйтіп отқа қойдым. Енді 50 минут пісіріп аламыз. 50 минутта таза піседі. Мантымыз пісті. Жайлап лотоктарды легенге біртіндеп алып қойып салып аламыз қазір. Бұл бір қырапты иісі керемет. Мантымызды тәрелкемізге салып аламыз. Біртіндеп. Лотокқа жабыспай әдемі піскен. Астың жағымен жабыспаған. Әдемі. Мантыны кесіп көрсетем қазір. Қамыры өте жұмсақ, ішіндегі салмасы сочный болып тұр. Достар, егер де менің мантымның рецепті ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.